Құрметті достар, сіздердің назарларыңызда бұқату жаңалықтары. Білім ордасындағы соңғы жаңалықтардан хабардар болғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Дорогие друзья, предоставляем вашему вниманию новости ЗКТУ. Будьте с нами, если хотите быть в курсе новостей недели университета Жангирхана. Университет Жангирхана установил партнерство с ведущими вузами мира. Один из таких университетов является Уфимский государственный нефтяной технический университет. Руководство двух университетов организовали онлайн-встречу, где было предложение об открытии филиала Уфимского вуза в нашем городе. Үлкен табысқа жетудің сыры неде? Бұл сауалға осы аптада университетіміздің түлегі, Батыс Қазақстан облысы бойынша болашақ корпоративтік қорының директоры Салтанат Тұманбаева онлайн кездесуде жауап берді. Сұхбат барысында табысты түлек өзінің студенттік жылдарын еске алып, еркін форматта ой бөлісті. Государственный и общественный деятель Динмухамед Конаев в свое время способствовал открытию ЗКТУ именно в городе Уральск. Об этом рассказал председатель Западно-Казахстанской области общественного фонда Динмухамеда Конаева Нурлан Истулеев на встрече с нашими студентами. Жангирхан университетінде балалар жылына орай жастар бастамасын дамыту және рух пікірталас орталықтарының ұйымдастыруымен Young Cup 3 қалалық пікірсайыс турнирі өтті. Турнирге оқушылар мен колледж студенттерінен құралған 20 фракция қатысты. Повышение правового сознания народа – важный шаг к формированию гражданского общества. На этой неделе прокурор Западно-Казахстанской области Жандос Омаралиев посетил наш университет и выступил с докладом на тему «Роль и место прокуратуры в системе государственных органов Республики Казахстан». Күлкі өмірді ұзартады. Дәл осындай ұстанымды қолдайтын оралдық жайдарманшылар Жангирхан университетінде өзара сынға түсті. 1 сәуір күлкі күніне орай ұйымдастырылған жайдарман ойынына 7 команда қатысып, жеңімпаз құрама ректор кубогымен марапатталды. Сіздер апта ішіндегі жаңалықтармен таныстыңыздар. Жағымды жаңалықтарыңыз болса, бізбен бөлісуді және университетіміздің әлеуметтік желідегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Вы ознакомились с новостями за неделю. Если у вас есть хорошие новости, не забудьте поделиться с нами и подписаться на страницы нашего университета в социальных сетях.